Бізде қандай да бір құбыр бар деп қарастырайық. Яғни бұл осы құбырдың бір жақ шеті, және де осы құбыр арқылы қандай да бір сұйықтық қозғалыс жасайды. Сол сұйықтықтың қозғалыс жылдамдығын біз V1 деп белгілейік. Сонымен бірге осы жерге түсірілетін қысымды біз P1 деп белгілейік. Ал осы құбырдың осы жақ бетінің ауданын біз S1 деп белгілейміз. Енді осы құбырды толық салатын болсақ, бұл бастапқыда жуан, сосын біртіндеп жіңішкеріп кететін құбыр болсын. Және де осы құбырдан шығатын сұйықтықтың жылдамдығын біз V2 деп белгілейік. Сонымен қатар осы жағдайдағы сұйықтық ол құбырға қандай да бір қысым түсіреді, және де ол қысым осы құбырдың соңғы жағында P2 деп белгіленсін. Ал осы жақтағы құбырдың кішігірім бетінің ауданын біз S2 деп белгілейік. Сонымен қатар осы жағдайдағы құбырдың сол жақ шеті ол жерден қандай да бір H1 биіктікте орналасқан болсын. Ал құбырдың екінші жағы жерден сәйкесінше ол H2 биіктікте орналасқан. Бірақ бұл жерде біз екі жақтағы биіктікті бір-бірімен салыстырмаймыз. Яғни бұлардың арасындағы айырмашылық біз үшін маңызды емес. Бұл жерде біз жай ғана осы H биіктіктер құбырдың өлшемімен салыстырғанда әлдеқайда үлкен болады деп қарастырамыз. Енді айтып кеткеніміздей, бізде осы құбыр арқылы қандай да бір сұйықтық өтіп жатыр. Енді осы жағдайда біз энергияның сақталу заңын бір еске түсіріп өтетін болсақ, қандай да бір жабық жүйеге берілетін энергияның мөлшері сол жүйеден алатын энергия екеуі бір-біріне тең болып келеді. Олай болатын болса, осы құбыр үшін біз келесідей теңдікті жаза аламыз. Яғни энергияның сақталу заңына сәйкес осы құбырдың бастабында, яғни ішіне кіретін энергия, яғни оны біз ішкі энергия деп белгілейтін болсақ, осы энергия бізде құбырдан шығатын, яғни сыртқы энергияға тең болып келеді екен. Олай болса, осы жағдайдағы біздің жүйемізге нақты қандай энергиялар беріледі, соны қарастырайық. Енді осы жағдайдағы бастапқы кездегі ішкі энергия деп отырғанымыз бұл осы құбырдың бастапқы бөлігіне түсірілетін жұмыс, яғни бұны біз ішкі жұмыс деп белгілейміз. Қосылған потенциалдық энергия, яғни бұл да ішкі потенциалдық энергия болып табылады. Және де кинетикалық энергия, оны да біз ішкі кинетикалық энергия деп қарастырамыз. Енді айтып кеткеніміздей, осы жағдайдағы бұл ішкі энергияны білдіретін шамалар осы құбырдан сыртқа қарай шығатын сыртқы энергияларға тең болып келеді. Олай болса, осы сыртқы энергияны ашып жазатын болсақ, ол бірінші жағдайдағыдай жұмыстан басталады, бірақ бұл сыртқы жұмыс болып есептелінеді. Қосылған сыртқы потенциалдық энергия, қосылған сыртқы кинетикалық энергия. Енді осы жағдайдағы энергиялар бір-біріне тең болғанымен, бұл энергиялар бастапқыдағы жұмыстан алынған болуы да мүмкін. Енді біз осы жерге бастапқыда жұмысты қосып жазған себебіміз осы жағдайдағы ішкі және сыртқы энергиялардың бір-біріне тең екендігінен келіп шығады. Енді біз осы ақпараттарды біле отырып, осы құбыр арқылы тағы басқа қандай жағдайлар орын алатындығын қарастырайық. Енді бұл жерде бізде жұмыс келтірілген, олай болса осы жүйеге берілетін жұмыс қалай анықталынады, соны бір еске түсіріп өтейік. Жалпы жұмыс деп отырғанымыз бұл күш көбейтілген арақашықтық арқылы табылады, және де бұның барлығы қаншалықты уақытта жасалынғанын да қарастырамыз. Енді біз өткен сабақтарымызда қарастырып кеткеніміздей, қандай да бір уақыт өткен кезде біздегі сұйықтық белгілі бір арақашықтыққа дейін қозғалыс жасайтын еді. Және де сұйықтықтың қозғалыс жасайтын аралығында біз анықтаған едік. Яғни ол аралық бізде осындай бір аумақты береді. Және де бұл аралықты біз табу үшін жылдамдықты, яғни ішкі жылдамдықты уақытқа көбейткен едік. Енді айтып кеткенімізде, бұл жердегі жұмыс деп отырғанымыз күшпенен арақашықтықтың көбейтіндісіне тең. Ал осы жағдайдағы күштің өзін алып айтар болсақ, ол қысым көбейтілген ауданды береді. Енді осы жердегі пайда болған теңдікті ықшамдау үшін мен күшті жай ғана ауданға бөлейін, және де оны көбейтейін. Яғни бұл жерде мен бір шаманы бірдей шамаға көбейткеннен және де оны бөлгеннен еш нәрсе өзгермейді. Ал бұл жердегі d арақашықтығы, оны біз айтып кеткеніміздей ішкі жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісіне тең болады. Олай болса, бұны тағы да жазамыз, ішкі жылдамдық көбейтілген уақыт деп.
енді жалғастырып жазар болсақ, күштің ауданға қатынасы бұл қысымды береді. Қалғандарын да өз реті бойынша жазамыз. Аудан көбейтілген жылдамдық көбейтілген уақыт. Енді осы жерден көріп отырғанымыздай, біздегі осы беттің ауданы және де көбейтілген осы цилиндр тәрізді дененің биіктігі. Бұл екеуінің көбейтіндісі бізде осы цилиндрдің көлемін беретіндіктен, осы жердегі 3 көбейтіндінің орнына бірден көлемді алсақ болады екен. Ал енді бұдан бөлек, тағы да жалпы біз білетіндей, тығыздық деп отырғанымыз бұл массаның көлемге қатынасы болып табылады. Егер осы жерден біз көлемнің тығыздыққа көбейтіндісін алатын болсақ, ол әрине массаны береді. Бұл жерден тағы да біз көлемнің неге тең екендігін анықтар болсақ, ол массаның тығыздыққа қатынасын береді. Олай болатын болса, мен осы жердегі көлемнің орнына массаның тығыздыққа қатынасын қойып жазсам болады екен. Яғни біздегі теңдік бұдан әрі қарай келесідей болады. Қысым бұл өзі жазылады. Ал көлемді біз масса бөлінген тығыздық арқылы жазамыз. Енді осы жердегі массаны біз жай ғана масса деп аламыз. Олай болатын себебі, осы жағдайдағы екі көлем, яғни бастапқы кездегі ішкі көлемменен осы құбырдың екінші жағындағы сыртқы көлем бір-біріне тең болады. Ал егер көлем бір-біріне тең болатын болса, онда осы жағдайдағы жалпы сұйықтықтың массасы да тең болып келеді. Сондықтан да біз осы жердегі массаны, яғни бұны ішкі масса деп арнайы атап көрсетпей, жай ғана масса деп жазып қойсақ болады екен. Енді көріп отырғанымыздай, бұл жерде осы формуланың шығуы бұл ең басында жұмыстан басталған. Сондықтан да біз жүйеге түсірілген жұмысты анықтауға болатындай осындай бір формулаға қол жеткіздік. Енді әрі қарай біз жұмыстан кейін келесі жазылып тұрған потенциалдық энергия қалай анықталынады, соны да қарастырып өтейік. Олай болса, осы жердегі потенциалдық энергияның неге тең екендігін жазайық. Яғни бұл ішкі потенциалдық энергия тең болады екен. Осы жағдайдағы сұйықтықтың массасы көбейтілген еркін түсу үдеуі және де осы потенциалдық энергияға тән H1 биіктікке тағы да көбейтеді екенбіз. Ал енді кинетикалық энергия формуласына сәйкес бұл ішкі кинетикалық энергия тең болады екен масса және ішкі жылдамдықтың квадраты бөлінген 2-ге. Енді ары қарай біздегі осы нүктедегі жалпы осы уақыт мезетіндегі толық энергияны қалай табуға болады, соны да қарастырып өтейік. Яғни осы жүйеге жалпы қаншалықты энергия жұмсалғанын табайық деп жатырмыз. Енді біз толық энергияны жазар кезде ең бірінші жұмыстан бастаймыз. Енді осыған дейін біз алған жұмыстың формуласына сәйкес ол ішкі қысым көбейтілген масса бөлінген тығыздық болған еді. Яғни біздегі бұл қатынас ішкі жұмысты береді. Ал келесі бізде потенциалдық энергия болған. Оның формуласына сәйкес ол сұйықтық массасы көбейтілген еркін түсу үдеуі және де H1 биіктік. Бұл жердегі H1 деп отырғанымыз осы дененің центрінен бастап жерге дейінгі аралықты білдіретін ұзындық болып табылады. Ал енді біздегі бұл көбейтінді айтып кеткеніміздей потенциалдық энергия, яғни ішкі потенциалдық энергияны білдіреді. Ал бұдан кейін біз жазған едік кинетикалық энергияны. Кинетикалық энергия бізде m v квадрат бөлінген 2-ге тең. Яғни бұл бізде ішкі кинетикалық энергияны береді. Енді айтып кеткенімізде біздегі бұл қосындылар осы құбырдың ішкі, яғни бастапқы жағдайындағы энергиялар болып табылады. Және де бұлардың қосындысы бізде сыртқы энергияларға тең болып табылады. Яғни жазатын болса, ең бірінші біз сыртқы жұмысты жазамыз. Ол сәйкесінше P сыртқы көбейтілген масса бөлінген тығыздық болады. Қосылған сыртқы потенциалдық энергия бұл mg h2. Және де қосылған сыртқы кинетикалық энергия бұл mv квадрат бөлінген 2 болып табылады. Енді бүгінгі сабағымды мен осы жерден тоқтатамын. Бұның жалғасын біз келесі бейне сабақта жалғастыратын боламыз.